11-дің бір ондық пен бір бірліктен тұратынын білесің бе? 11 санын 2 бір таңбалы, 9 мен 2, 8 мен 3, 7 мен 4, 6 мен 5 сандар арқылы қалай құруға болатынын қарастырайық. Бізде 9 қызыл түсті дөңгелек бар. Оған 2 көк түсті дөңгелекті қосу керек. 9-ды толық ондыққа толтыру керек. 10 шығу үшін 9-ға 1-ді қосамыз. 2 санының құрамын еске түсір. 2 бұл 1 мен 1-дің қосындысы. 1-ді қосамыз, 1 қалады. 9 мен 2-ның қосындысы 11-ге тең. 11 деген бұл 9 мен 2-ның қосындысы. Қосудың қалай орындалғанына назар аудар. 8 қосу 3. 11 деген бұл 7 мен 4-тің қосындысы. Қосудың қалай орындалатынына назар аудар. 7 қосу 4. 11 деген бұл 6 мен 5-тің қосындысы. Қосудың қалай орындалғанына назар аудар. 6 қосу 5. 11-дің құрамын жатта. «11 санының құрамына қара, есіңе сақтап ал». Дәптермен жұмыс. Номер 2 21 бет, номер 3-тің әсі 21 бет.